Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Бекенова Салтанат Қалиханқызы, педагог зерттеуші. Менің тақырыбым рефлексия процесі және кері байланыс. Бүгін біз мұғалімдер үшін маңызды екі құралды, яғни рефлексия мен кері байланыс процесін талқылаймыз. Бұл құралдар педагогикалық шеберлікті дамытуда үлкен рөл атқарады. Негізгі сұрақ: рефлексия мен кері байланыс неге маңызды және оларды қалай тиімді қолдануға болады деген сұрақтарға жауап іздейміз. Бірінші, рефлексия дегеніміз не? Рефлексия сөзі латын тіліндегі рефлексия, артқа қарау деген ұғымды білдіреді екен. Рефлексия бұл өз іс-әрекетімізді, сабақтарымызды немесе әрекеттерімізді ой елегінен өткізіп, нені дұрыс жасағанымызды және нені жақсартуға болатынын бағалау. Яғни бұл процесс үздіксіз даму үшін өте маңызды болып табылады. Рефлексия адамның өзінің ішкі ахуалы мен өзгерістерін тануы. Іспеттес, адам жасап жатқан әрекеттерін бір сәтке тоқтата тұрып, өзінің ішкі жан дүниесіне үңіледі, жасаған әрекеттерін талдап, оларға баға береді, өзіне сырт көзбен қарайды. Мұғалім үшін рефлексияның маңызы қандай? Мұғалім өз сабағын бағалап, қай жерде қиындықтар болғанын, оқушыларға не түсініксіз болғанын анықтап, алдағы сабақта нені жақсарту үшін өзгерістер енгізуге мүмкіндік алады. Мысалы, сабақ соңында мұғалім өзіне сұрақ қояды: менің сабақта қолданған әдісім оқушыларға түсінікті болды ма? Немесе оқушылар осы тақырыпты игерді ме деген сұрақтарды қою рефлексияның бір түрі болып табылады. Рефлексияның артықшылығы: рефлексия мұғалімге сабақты әрдайым жетілдіруге, оқушылардың қажеттіліктерін жақсырақ түсінуге және жеке даму бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Осы орайда Абай атамыздың сөзіне мысал айтып кеткім келеді. Яғни Абай атамыз айтады: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, дейді, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал деп, яғни Абай атамыз айтады. Енді кері байланысқа тоқталатын болсақ, кері байланыс ол адамның болған оқиғаға немесе басқалардың әрекетіне айтылған пікірі, яғни реакциясы. Кері байланыс арқылы алынатын мәліметтер әсіресе өз біліміне түзету мен өзгертулер енгізу ісінде өте құнды болып табылады. Алдымен біреудің әрекеті мен жасаған ісін мақтаймыз, оның жағымды және тиімді жақтарын атап көрсетеміз. Содан соң бұл жұмысты қалай жақсартуға болатындығы туралы ұсыныс айтамыз, бағдар сілтейміз. Кері байланыстың негізгі идеясы жасалған істі бағалау емес, істің тиімді не тиімсіз болғанын анықтау. Алдағы уақытта не жасалу керектігін көрсету, яғни ұсыныс білдіру болып табылады. Кері байланыс бұл оқушылардан немесе әріптестерден алған пікірлер мен ұсыныстар. Бұл пікірлер мұғалімге өз жұмысын бағалауға және оны жақсартуға мүмкіндік береді. Кері байланыстың мынандай бір түрлеріне тоқталып кетейік. Кері байланыстың түрлері, яғни нақты кері байланыс болады. Оқушының жауабы дұрыс, бірақ келесі жолы қосымша дәлелдер келтірсе жақсы болар еді деген. Жалпы кері байланыс болады: сіз жақсы жұмыс жасадыңыз деп. Құрылымына тоқталатын болсақ, кері байланыс нақты, уақытылы және жағымды болу керек. Мұғалімдер оқушыларға немесе әріптестеріне тиімді кері байланыс беріп, олардың дамуына ықпал ету қажет. Кері байланыс пен бағалаудың айырмашылығы: кері байланыс бұл тек бағалау емес, сонымен қатар оқушыларды дамытуға бағытталған ұсыныстар мен пікірлер болып табылады. Рефлексия мен кері байланыстың байланысы қандай? Рефлексия және кері байланыс бір-бірімен тығыз байланысты. Мұғалім өзінің сабағын ой елегінен өткізгенде, кері байланыс көмегімен алған пікірлер арқылы сабағын жақсартуға қадам жасайды. Рефлексияның және кері байланыстың бірлесіп қолданылуы: мұғалім сабақтың соңында өз сабағын бағалап, оқушылардан кері байланыс алғаннан кейін
Осы екі процесті біріктіріп, болашақта сабақты қалай жақсартуға болатынын анықтай алады. Мысалы, мұғалім сабақтан кейін өз жұмысын бағалап, оқушылардан сабақты түсіну деңгейі жайлы сұрақ қойып, оның нәтижелері бойынша өз әдістемесін жетілдіре алады. Сіздерге сұрақ, қиял мен шындықтың арасында қандай айырмашылық бар дейді, иә? Сіздерге сұрақ, сіздерге айналдыру үшін не істеу керек дейді. Ойланып бір сұраққа жауап беріңіздер. Бізге берілген тапсырма қиялды шындыққа айналдыру үшін не істеу керек? Қиялды шындыққа айналдыру үшін ең алдымен әрекет ету керек, мақсатқа жету жолында әрқашан алға қарай қадам басу керек. Бірінші топқа кері байланыс беретін болсам, олар жауапты нақты жүйелі айтты. Ол адамның өзінің санасында туылған дүние болып табылады. Ол тек біздің ойлайтын дүниеміз, ойымыздағы елес болып табылады. Ал шындық дегеніміз объективті әлемдегі біздің алдымызға қойған мақсаттарымыз және де білетін, білмейтін дүниелеріміз. Сіздер кері байланыс беріп кетсеңіздер, екінші топқа. Екінші топтың сұрағы нақты жауап берді. Және шындық пен қиялдың арасындағы, екеуінің арасындағы айырмашылық. Және қиялды әр адам өзінше қиялдай біледі де, шындық оның объективті ретінде қай уақытқа дейін жалғасатынын өз көзімізбен біз көреміз. Ал қиялды біз қиялдай береміз, армандай береміз. Қиялға жету үшін біздің көз алдымызда шындық бар екенін екінші топ жақсы біледі. Рахмет. Нақты кері байланыс бердіңіздер. Рахмет. Сіздер кері байланысты мұғалімдер бір-біріне кері байланыс беру процесін қарадыңыздар. Рефлексия мен кері байланыс процесін сабағында қалай қолдануға болады? Яғни рефлексияны сабаққа енгізу жолдары. Сабақ соңында мұғалімдер рефлексия жасау үшін бірнеше минут уақыт бөледі. Оған мысал ретінде мұғалімнің өз сабағы туралы сұрақ қоюы мүмкін. Бұл сабақта мен қандай әдіс тәсілдерді қолданады? Оқушылардан кері байланыс алу. Оқушылардан кері байланыс алу үшін сабақтың соңында немесе орта кезінде олардан сұрақтар қою өте тиімді. Мысалы, сабақтың қай бөлігі қызықты болды, немесе сабақта не түсініксіз болды деген сұрақтар қойсаңыз болады. Рефлексияның түрлеріне тоқталатын болсақ, Mentimeter платформасы арқылы сабақ соңында рефлексия жүргізуге болады. Padlet тақтасында да рефлексия жүргізуге болады. Және немесе оқушылардан стикер арқылы да рефлексия жасатуға болады. Яғни оқушылар өз ойларын анық жазып бере алады. Сонымен қатар Google сауалнама құрастыруға болады. Clickers платформасы арқылы да сабақты тиімді рефлексия жүргізуге болады. Және де WhatsApp арқылы бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, сабақта не қандай жұмыс жасадым, түсіндім, тағы сұрақтарым бар, я деп балалар өздерінің рефлексияларын жазады. Енді осында QR-ға өтсеңіздер, 3Q әдісімен не қызықты болды, не қиын болды, не құнды болды, осы пікірлеріңізді жазып өздеріңіз рефлексия жасап кетсеңіздер өздеріңізге. Ұнады дейді, ешқандай қиын болған жоқ дейді, бәрі түсінікті болды дейді, тапсырманы орындадым дейді. Яғни практикалық қадамдарда оқушылардан кері байланыс сұрау кезінде нақты және түсінікті сұрақтар қоюыңыз керек. Мысалы, бұл әдіс сізге түсінікті болды ма, немесе бұл тақырыпты үйрену қиын болды ма деп. Қорытындылай келе, рефлексия және кері байланыс педагогикада өте маңызды құралдар болып табылады. Мұғалімдер өз сабақтарын үздіксіз жақсартуға және оқушылардың нәтижелерін арттыруға осы құралдарды тиімді қолдана алады. Бұл процестерді өз сабағыңызда үнемі қолдану арқылы сіз өз шеберлігіңізді дамыта аласыз дегім келеді. Рахмет.